Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін маусымның 10-ы, 22 жыл. Сіздер болсаңыздар Қазақ такси каналындасыздар. Мен бұл каналда өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинаған 9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Каналға жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір жазылып қойсаңыздар болады. Қасында қоңырауды басып қойсаңыздар, мен үшін үлкен мотивация. Ал сіздер болсаңыздар, мені мыңдаған каналдардың арасынан жоғалтып алмайтын боласыздар. Ал неге қайырлы кеш деп амандасты деп ойлап жатсаңыздар, бүгін жұма өзі ең табысты күндердің бірі деп ойлаймын мен. Таксилетуге ең қолайлы күн деп ойлаймын, өйткені бұл күні таксиге деген сұраныс та көп болады. Сосын анау кешкісін жұмыстан шығып елдің бәрі қыдырады, офистағылар деген сияқты. Түске дейін имам, түстен кейін иван болатындар бар арасында. Сонымен сағат деген мына 17:21 кеттік, линияға шығайық. Көк зоналар жұмыс істейді. Долгая поездка, дальняя подача дейді, алмаймыз. Рейтингті көтеру үшін жаңағы дальний поездкаларда, долгий поездка, рейтингіңізді көтеру үшін дальний поездкаларды алмай қойсаңыздар болады, пропускать етіп жіберсеңіздер болады. Адамдар кішкене күткенді ұнатпайды ғой бізде. Адамдар бізде күткенді ұнатпайды. Сол үшін жаңағы рейтингіңізге әсер беруі мүмкін. Мен мынау заказды түсінбей жатырмын. Неге 9 минут жоқ. Мына жерде кішкентай бір пробканы айланып өтіп кететін қуысым бар, сол жерден өтіп кетеміз. Өткен аптаның рейтингін көрсетейін. Неге мен көлігімді 2 күнде, 3 күнде бір рет жуам, таза қылып жүру керек. Өйткені қараңыздар, результаты недели, өткен аптаның результаттары. Вы попали в 13 дейді. У тех самый высокий показатель качества в вашем городе. Алматы қаласындағы рейтингі ең жоғары жүргізушілердің арасына қосылып отырмын. 13%-ға кіріп отырмын. Ең мықты жүргізушілердің арасына деп жатыр ғой. 93 заказ жасадым. Бірде бір замечание алмағанмын. 6 пользователь комплимент қалтырыпты. Чистотаға мына 4. Сол үшін тазалық деген сіздің рейтингіңізге өте жақсы көтеретін болады. Сол үшін көліктеріңізді әрдайым таза ұстап жүріңіздер. Өзіңізге де приятно болады ғой жұмыс істегенге. 20:07 кешкі 8:07 кетіп жатыр. 8 заказ жасадым. Яндекс комиссиясын алып болғаннан кейін маған қалғаны 9637 теңге. 45 километр жүрдім. 45 километр жүрдім. 5 литр бензин жақтым ғой. Көк зонаның ішінен жақсы ұстадым бүгін заказдарды. Қазір көресіздер. Бонус 850 теңге Ақсайдан түскен мені. Бонус 410 теңге. Бонус 770 теңге. Бонус 300 теңге. Часпиктің бонустары ғой жаңа, көк зона. Бонус 350 теңге. 2,5 сағатқа. Қалай? 2,5 сағатқа почти 10 мың теңге. Бүгінгі табысым. Айтып отқанымдай, сол жұма күні таксиге деген сұраныс көбірек болады. Гарантия әлі мені көріп отырсыздар. 1440 теңгеге дейін гарантия. Бүгін соң 8:40-қа дейін болады бұл гарантия. Соған қарай жақындаймыз ғой деймін. Жарайды, жаққа қарай жаймен жақындайыншы. Біздер төменгі қалада заказ деген аздау болады. Содан кейін тамақ ішіп алам. Бары қарай жұмыс істеймін. Көреміз, бүгін енді сағат 5-те шықтым. Сол мен қазір 8 сағат қой. 8 сағат жұмыс жасаймын.
одан кейін қайтамын. 16 сағат бойы жұмыс істеп, обязательно болашақта көрсетемін. Ол үшін кішкене механика болмаса, көлік жаңағы іздестіріп жатырмын. Қазір бір кісілермен сөйлесіп жатырмын. Опа. Не, Поверните направо. Маршрут мүмкін перестроен. таксопарктан ба Через 100 жақсы метров ыңғайлырақ поверните көлік налево, алып, а затем поверните налево. автомат көлік алып 16 сағат жұмыс істеп, бір күндік нені көрсетемін. Бірақ До конца маршрута осталось 200. бірақ ойламаңыздар, Маршрут сіздер перестроен. күніге 16 сағат жұмыс істеу өте қиын, мүмкін емес зат. Денсаулығыңызды өлтіріп тастайсыз бекерден бекерге. Күніне Поверните направо. 10 сағат жұмыс істесеңіздер былай жетіп жатыр. Ал күніне 16 сағат жұмыс істейтін болсаңыздар, 1 жыл, 2 жылдан кейін До денсаулықтан конца маршрута жұрдай осталось боласыздар, 200 белдеріңізге метров. грыжа шығып, тағы бір жерлеріңізге геморрой шығып, сол үшін жаңағы мен сіздердің сұрақтарыңыз не үшін үйтіп сұрайтындарыңызды примерно түсініп отырмын. Жаңағы сіздер содан кейін бір күнде максимально қанша табуға болады дейсіздер, сосын оны аласыздар да 30 күнге көбейтіп жібересіздер да, міне миллион табады екенмін Яндексте деп. Үйтіп миллион табуға болады, бірақ денсаулықтан айырыласыздар. Ал денсаулығыңызды кейін ешқандай ақшаға жөндеу мүмкін емес болады. Сол үшін 10 сағат, күніне 10 сағат деген былай да былай жетеді. Қалған 14 сағаттарыңызды демалып, басқа заттарға арнап, кітап оқып деген сияқты саморазвитиемен айналысып, такси деген жерде өмір бақи істеуге болмайды. Бұл қосымша табыс ретінде қарастыру керек қой Яндексті. Ал основной жұмыс ретінде мен сіздерге кеңес бермеймін. Өйткені айтып тұрмын ғой, мен қазір жасым 32-ге келіп, белім грыжа емес, бірақ ауырады уже. Тізем ауырады. Уақыт 21:29. Мен бүгін Бенияға көріп отырсаңыздар, ровно 17:28. Бенияда жүргеніме ровно 4 сағат болды. Мінеке 12.000 теңге, 12.876 теңге болды. 82 километр жүрдім. Қазір тамақ ішіп алам. 11 заказ жасадым. Заказдар деген керемет заказдар түсіп отыр. Соңғысы ғана попутчик болды. Жаңағы бизнес-центр Нұрлытау, біздің Алматыда үлкен бизнес-центр бар. Сол жақтан біріншісін алдым, Абай Байтұрсыновадан екіншісін алдым. Екіншіні Жолжүнеке Мегадан тастап, қазір Жетісуға келдім. Общий 35 минут уақыт кетті жаңағы заказға. Міне 53-те алғам, жаңа бітірдім. Даже 37 минут кетті. Ана клиенттен 800, мынау клиенттен 1200 алдым. Барлығы 2000 теңге болды. 2000-дан Яндекс өзінің комиссиясын алады. Маған қалған 1600 теңгедей қалады ғой. Жарты сағат, 40 минутқа 1600 жаман емес көрсеткіш. Екеуі де шығып күттіріп, тез-тез алдында кетіп. Осындай алдында айтқанымдай, попутчикті осындайға кішкене ренжімейсің да. А то кейде болады. Уже өтіп кеткеннен кейін береді. Сөйлетті айландырып жібереді, короче. Сен бір жерге тағы бұлай. Енді қазір тестовый режимда ғой, жаңағыдай нелер болып жатса, нюанстар болып жатса, бірден осындай болды, неге өйтіп не қыласыздар деп жазып жіберу керек. Таксопаркқа жазбайсыздар, именно сол өз служба поддержки деген проблемы с заказом деп сол жерге жазу керек та. Өле, мен қайтадан өтіп кеттім. Тамақ ішетін жеріне. Ладно, сіздермен сөйлесіп отырып, мен кірем деп, 2 рет разворот жасап келіп едім, мына жерге қайтып өтіп кеттім. Автобустан дым көрмейді, ұзын автобус 38 ғой. 37-ші автобус. Мұны көріп отқандарыңыздай, Яндекс комиссиясын ұстап қойғаннан кейін 12-ке дейін істеген 18406 теңге болып тұр, ал
12-ден кейін 5221 теңге болып тұр. Бәрін есептеп қойдым. Мына қараңыздар. Мына жерде мысалы 12-ге дейін комиссиядан бөлек өзіме қалған 18460 теңге болса, 12-ден кейін комиссиядан бөлек маған 521 теңге қалып отыр. 196 километр жүрдім. 196 километр менің көлігім 100-ге 10 литр жейді. Бірақ бүгін кептеліс аздау болды, сағат 9-дан кейін кептеліс тіпті болған жоқ десе де болады. Кішкене оннан да аз жеуі мүмкін, бірақ мен округлять етіп, жаңа 200 километр дедім де 20 литр деп, мына 3600 теңге алып тастадым. 180 теңгеден ғой бензин. Одан бөлек қалғаны мына 20.081 теңге. Бүгін және шайпұл жақсы берді маған. Шайпұл жақсы берді. Енді қараңыздар, линияда болғаныма ровно таза 8 сағат болып тұр. Таза 8 сағаттың ішінде табысым 20.081 теңге. Мен үшін ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Бұл табыс сағатына шаққанда 2,5 теңгеден тиіп тұр. Яндекстің комиссиясынан бөлек, бензиннен бөлек сағатына 2,5 теңге жасап отырмын. Мына жұманың кеші осындай болады. Аптаның ең табысты күні жұма деп официально осындай не жасауға болады. Пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, жаңағы ұсыныстарыңызды жазып отырыңыздар, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар, комментарийға ұялмай. Каналға жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Және сіздердің жаңағы сұрап жатқан грузовойды мери көрсетші, жаңағы толық бір тәулікте до конца істеп көрсетші деп атқандарыңыз бар. Және бизнес тарифін осы үшеуі приоритетте тұр. Қазір әр таксопарктармен, жаңағы көлікті арендаға беретін жерлермен сөйлесіп отырмын. Оның бәрі ақша, кішкене сабыр неғылыңыздар. Менде ешқандай реклама жоқ қазір каналымда. Жаңа ютубтың өзінің қосатынынан басқа. Сол үшін менде былай табыс жаңағы осы таксовкаға ғана болғаннан кейін қазір бір амалдарын іздестіріп жатырмын. Мүмкін планға алып айдайтын болам, жаңағы көреміз енді. Кішкене сабыр танытыңыздар. Әрине алдыңғы уақытта осы тақырыптарға видео түсіретін боламын. Келесі видеода жолыққанша бәріміз аман есен болайық. Сау саламат болыңыздар.